ертеде. Ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызылда. Құйрық жүні ұзында. Кең далада бір кедей ұста өмір сүріпті. Ол темір соғып, елге пайдасын тигізіп күн көрген екен. Бірақ тұрмысы жұпыны, үйі ескі, киімі қарапайым болыпты. Сонда да ол ешқашан адалдығынан айнымай, еңбек етсең емерсің деп тіршілігін жалғастыра береді. Бір күні ұста тауға отынға барады. Жартастың түбінде әлсіз дауыс естиді. Қараса, бір қарт адам тас астында қысылып қалыпты. Ұста бар күшін салып, тасты көтеріп, қартты құтқарады. Көмектесші балам. Иә, ата. Рахмет саған балам. Қозғалмаңыз. Жарайды. Енді тұрыңыз. Үлкен рахмет саған. Балам, сенің жүрегің таза екен. Мен жай адам емеспін. Еңбегің мен адалдығың үшін саған мына балғаны сыйлаймын. Бұл балға қай жерде әділдік керек болса, соны орнатады. Бірақ оны тек адал ниетпен қолдан, деп шал өз жөнінен кетті. Алтын балғам, енді отын жинап, үйге қайтатын кез келді. Отынымды арқалап, үйге қарай бет алайын. Келесі күні ол темір соққанда, балғасы тиген темір әп-сәтте мінсіз қалыпқа түседі. Еш қателік болмайды. Жасаған бұйымдары берік, әдемі шығады. Елдің бәрі соған ағылып келеді. Ұстаның аты алысқа тарайды. Мына құралдарды алыңыздар, халыққа таратып беремін. Рахмет жігітім, сен халыққа нағыз көмекшісің. Иә, көп рахмет. Оңай ғой, бәріңе жетеді. Риза болсаңдар, мен бақыттымын. Өте еңбекқор адал жігіт. Иә, алтын балғасымен бәрін мінсіз жасайды. Иә, дұрыс. Ұста жігітті естідің, өте адал әрі ұста екен. Иә, қолынан келмейтіні жоқ. Алтын балғасы қолаған затты қалыпқа келтіреді екен. Мен оның алтын балғасын барып көрейін. Барлық адамның аузынан түспей жүрген қандай балға екен? Сен маған алтын балғаңды бер. Жоқ, мен мұны ешкімге бере алмаймын. Бұл жай алтын балға емес, аманат балға. Аманат па, оны маған беруге тиіссің. Жоқ, бұл менің борышым. Сонда ол балғаның қандай күші бар? Неге оны қызғыштай қорғап жүр? Егер сол балға пенікі болса, байлығыма байлық қосылатын еді. Мен ол алтын балғаға қалайда болмасын қол жеткіземін. Осыдан қарада тұр. Сендер бүгін ұста жігіттің үйіне ұрлыққа түсіп, маған алтын балғаны алып келіп бересіңдер. Болды, ол сенікі болады. Жарайды, онда біз кеттік. Қалайда балғаны алып келеміз. Ұста жігіт енді не істей алады екенсің, көрерміз. Мінекей сенің тапсырмаңды, алтын балғаңды алып келдік. Мінекей еңбек ақыларың. Ешкім естіп білмесін. Жарайды, кете беріңдер. Алтын балға қайда кеткен? Ақсақал оны адал ниетте ғана пайдалану керек деп ескерткен болатын. Ауырды! Алға аяғыма түсті! Ұста жігіттің айтқаны рас екен. Алтын балғаны тек адал ниет пайдалану керек деп айтып еді. Ал мен оны ұрлап алдым. Менікі дұрыс емес. Алтын балғаны қайттан өзіне апарып берейін. Міне сенің алтын балғаң. Бұл балға сенікі. Менен бір қателік пе? Қайтарғаныңызға үлкен рахмет. Ұста балғаны қайталған соң, байлыққа мастанбайды. Керісінше, ауылға көпір салып, жетім жесірге көмектесіп, еңбегімен елге пайдасын тигізе береді. Уақыт өте келе, алтын балға ғайып болады. Бірақ ұста бұрынғыдай-ақ шебер болып қала береді. Уақыт өте келе, алтын балға ғайып болады. Бірақ ұста бұрынғыдай-ақ шебер болып қала береді. Сонда ел түсінеді. Шын қасиет балғада емес, адамның адал жүрегі мен маңдай терінде екен. Сөйтіп ұста елге сыйлы болып ұзақ күн кешіпті.